Бұл жануардың үш жүрегі бар. Қаны көк түсті, және ол бөтелкені аша алады. Бұл сегізаяқ. Сәлем достар, бұл жануарлар шындығы каналы. Бүгін біз теңіздегі ең ақылды, ең ерекше және ең таңғаларлық жануарлардың бірі сегізаяқ туралы айтамыз. Бұл жануар туралы білетініміз өте аз, бірақ оның қабілеті сізді таңғалдырады. Бүгін сіздер білесіздер, сегізаяқ қайда өмір сүреді, не жейді, қалай аң аулайды, қаншалықты ақылды, қорғану тәсілдері қандай, сегізаяқтың отбасы, таңқаларлық фактілер туралы білетін боласыздар. Ендеше бастайық. Сегізаяқ теңізде өмір сүретін жұмсақ денелі жануар. Ол омыртқасы жануарларға жатады. Сегізаяқтың сүйегі жоқ. Сондықтан ол кез келген тар жерден өте алады. Тіпті кішкентай бөтелкенің ішіне кіре алады. Сегізаяқтың 8 қолы бар. Сол себепті оны сегізаяқ деп атайды. Әр қолында 100 сорғыш бар. Олармен сегізаяқ жемтігін ұстайды, заттарды ұстайды, қорғанады. Сегізаяқтың ең танымал түрлері де өте көп. Бұл сегізаяқтар әлемнің көптеген теңіздерінде кездеседі. Ол оптипус деп аталады. Сегізаяқтың ең қызық ерекшелігі оның үш жүрегі бар. Бір жүрек денеге қан айдайды, екінші жүрек желбезекке қан айдайды. Тағы бір таңғаларлық нәрсе, ол сегізаяқтың қаны көк түсті. Неге? Өйткені оның қанында мыс бар, ал адамдардың қанында темір бар. Сондықтан біздің қанымыз қызыл. Сегізаяқ ең ақылды теңіз жануарларының бірі. Ғалымдар тәжірибе жасағанда, сегізаяқтар лабиринттен жол тауып шыққан. Олар есіктерді аша алады, тіпті қақпақты бұрап аша алады, бөтелкені аша алады, қорапты аша алады. Кейбір сегізаяқтар тіпті құрал қолданады. Мысалы, олар кокос қабығын алып, өздерін қорғайды екен. Бұл өте сирек кездесетін қабілет. Сегізаяқтың ең ерекше қабілеті түсін өзгерту. Олар құмға ұқсайды, тасқа ұқсайды, маржанға ұқсайды. Бұл олардың камуфляжы. Сегізаяқтың терісінде арнайы жасушалар бар. Сол арқылы олар түсін өзгертеді. Бұл жыртқыштардан қорғануға көмектеседі. Сегізаяқ қалай аң аулайды? Сегізаяқ өте ақылды аңшы. Ол көбінесе түнде аң аулайды, жасырынып жатады, кенет шабуыл жасайды. Сегізаяқ жемтігін ұстап, уын жібереді, сосын жемтігін жейді. Сегізаяқ жыртқыш. Ол балық, шаян, ұлулар, аш шаян жейді. Үлкен сегізаяқтар акулаларға да шабуыл жасай алады. Оның ұзындығы 5 метрге дейін жетеді. Сегізаяқтың қорғану тәсілі. Сегізаяқ қауіп кезінде сия шығарады, қашып кетеді, түсін өзгертеді. Сия суды қараңғы етеді, жыртқыш ештеңе көрмейді, сосын сегізаяқ қашып кетеді. Сегізаяқтың тағы бір ерекше қасиеті бар. Егер қолы үзіліп қалса, қайта өсіп шығады. Бұл өте сирек қабілет. Сегізаяқтардың өмірі қысқа. Олар шамамен 1 жылдан 3 жылға дейін өмір сүреді. Аналық сегізаяқ жұмыртқа салады. Ол жұмыртқаларды қорғайды. Аналық сегізаяқ тамақ жемейді, жұмыртқаларды қорғайды. Жұмыртқалар шыққан соң аналық сегізаяқ өледі. Бұл өте қызық әрі қайғылы. Сегізаяқ өте ақылды. 3 жүрегі бар, қаны көк, түсін өзгертеді, сия шығарады, қолын қайта өсіреді, құрал қолдана алады. Сегізаяқ теңіздегі ең ерекше жануарлардың бірі. Ол ақылды, ол қауіпті, ол өте ерекше. Бұл жануарлар шындығы каналы. Каналға тіркеліңіз, лайк басыңыз. Келесі видеода тағы қызықты жануарлар туралы айтамыз.